Бұл сабағымыз параллелипед тақырыбына арналады. Жалпы параллелипед деп барлық жақтары параллелограмм болатын 6 жақты айтамыз. Мұнда суретте тік бұрышты параллелипед көрсетілген. Бұл жерде мына қабырғалары А, В, С деген С тік бұрышты параллелипедтің әрі биіктігі болады. А1, С дегеніміз осы параллелипедтің диагоналі. Одан кейін бұның көлемін табу үшін осы, яғни табандағы екі қабырғасын және биіктігін қырын көбейтсек, параллелипедтің көлемі шығады. Енді есептерге тоқталайық. Бірінші есеп. Тік бұрышты параллелипедтің 3 өлшемдері дейді. 1 см, 2 см және 2 см дейді. Диагоналін табыңыз дейді. Яғни енді диагоналін табу үшін параллелипедтің түбір астында, яғни 3 өлшемін А, В, С деп алатын болсақ, сәйкесінше солардың квадраттарын түбір қосып түбір астына аламыз. Бұдан 1-дің квадраты ол 1-ге тең, 2-нің квадраты 4-ге тең, және 2-нің квадраты 4-ге тең. 9 болады, 9-дан 3 шығады. Яғни диагоналы 3-ге тең деген сөз. Екінші есеп. Тік бұрышты параллелипедтің табан қабырғалары 5 және 12. Параллелипедтің диагоналі табанымен 60 градус бұрыш жасайтын болса, көлемін табыңыз дейді. Яғни табан қабырғалары 5 және 12 дейді. Және де осыны диагоналі табанымен мына жерде 60 градус бұрыш жасайды дейді. Енді бізге бұның көлемін табуымыз керек. Көлемін табуымыз үшін бізге 3 қабырғасы керек. А, В, С. Яғни мұны әрі биіктігі болатын. Оны табуымыз үшін алдымен біз мына былай белгілеп алайық. А, В, С. Осылай белгілеп алайық. Бұл жерде, яғни мына жерде С-ның орнында В1 және В болса, осы бізге әрі биіктігі болады. Осыны табуымыз керек. Оны табуымыз үшін біз мына В-ды табанның диагоналін тауып алайық. В-ны табу үшін 12-нің квадраты қосылған 5-тің квадраты болады. 144, 144-ке 25-ті қоссақ, 169. 169-дан 13 шығады. Яғни В-ды 13-ке тең. Енді мына В1 табуымыз үшін мына жерден назар аударатын болсақ, мына жер 90 градус болады. Сонда бізде мына бұрышымыз 30 градус болады. Осыны пайдаланып біз синустар теоремасы бойынша бұлай жазсақ болады. Синус мынау 60 градус бөлінген осыған қарама-қарсы жатқан B1V тең болады. Мына синус 30 градус осыған қарама-қарсы жатқан қабырға V қабырғасы. Енді осы жерден V1 V-ны тауып алсақ болады. Ол тең болады. V-ның орнында 13, яғни 13 көбейтілген синус 60 градус болады. Оның синус 60 градустағы мәні ол түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Осыны бөлеміз синус 30 градусқа. Ол 2-ден 1-ге тең. Одан 2 мен 2 қысқарады. Сонда 13 түбір астында 3-ге тең. Яғни бізде мұнара 13 түбір асты 3-ге тең. Мына V1 V-мыз. Енді орындарына қоятын болсақ, А-ның орнында 5, B-ның орнында 12 және С-ның орнында 13 түбір астында 3. Сонда бұл тең болады 780 түбір астында 3. Яғни көлемі осыған тең.